بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Құрметті жамағат, бүгінгі дәрісіміз кайфа тахфазул Құран карим деген. Құран кәрімді қалай жаттайсыз? Бұл кітап доктор Яхия Ғаусани деген үлкен ғалым. Ол кісі хафизахулла, яғни тірі кісі. Аллах тағала ол кісіні барлық бәле жаладан сақтасын. Әлемдік Құран тәжвид ілімінің үлкен докторы. Енді біз бүгінгі тақырыпқа келейік. Үшінші тақырып екен. المبحث الثالث وجوب مراجعة القرآن واستذكاره وتحذير من تركه ونسيانه. Құран кәрімді қайталау және де Құран кәрімді есіне түсіру ол міндет. Әрбір мұсылманның міндеті. Мұсылман осы міндетті әрқашанда орындап жүру. Неге біз мешітке келген кезде әліппеден бастаймыз? Өйткені Құран оқу ол өте үлкен маңызды нәрсе. Оны мен сіздерге қазір келесі аяттарды айтып беремін. Және де оны еске алып отыру, ол да маңызды нәрсе. Ал енді Құранды тастау, немесе Құранды ұмыту, кейде мысалға Құран жаттап аламыз, бірақ оны бір дүниенің шаруасымен біз тастап кетеміз. Күнделікті мысалға бір хизб, жарты пара оқып жатамыз, кейбіреулеріміз бір пара күнделікті оқып жатамыз, бір дүниенің тіршілігі шыққан кезде біз оны тастап кетеміз. Бұдан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өте қатты тыйған. Және де ұмытудан қатты тыйған. Алла субхана ва тағала адам баласын солай қылып жаратқан. Адам баласының бір қасиеті бар, ол не? Ан-нисиян, яғни ұмыту деген нәрсе. Соның ішінде адам баласының бір кішкентай ғана кемшілігі, ол әрбір жаттаған нәрсесін істеп жүру керек, қайталап жүру керек. Егер де ол қайталамаса, ол ұмытып қалады. Міне біздің адам баласы болғаннан кейін біздің кемшілігіміз осында. Аллах тағала әдейі бізді осылай жаратып қойған. Оның өзінің бір көптеген несі бар? Хикметтері бар. Ал енді көбінесе біз не үшін ұмытамыз? Неге біздің миымызға жаттаған кезде кірмейді? Өйткені кейде біз көп жұмыс жасаймыз, немесе бір машғұл боламыз бір нәрселермен. Сол кезде біз ұмытып қаламыз, немесе жаңағыдай миымызға кірмейді жаттаған нәрселеріміз. Енді Алла субхана ва тағала осы мәселе жайында бізге не дейді? Өте ауыр аяттар. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. Тоха сүресінде 99-100 аяттарында Аллах тағала не деп айтады? Расымен де біз сендерге өзіміздің тарапымыздан зикр жібердік дейді. Зикр дегеніміз не? Құран. Мен а'рада анху, кім одан бетін тартатын болса, бетін бұратын болса, فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. Онда қиямет күнінде ол үлкен күнә артатын болады дейді. Сол себептен де біз Құранға бетімізді бұрмауымыз керек. Ал басқа бір аяттарда, Тоха сүресінің 124-126 аяттарында Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Аллах тағала осы аятта өте ауыр аяттарды бізге жіберіп жатыр. Кім менің Құранымнан бетін бұратын болса, онда оның өмірі таршылық болады дейді. فإن له معيشة ضنكا. Оның өмірі таршылық болады. Неге біз кедей боламыз, немесе бай болсақ та әйтеуір бір жетпейді, таршылықта өмір сүреміз? Өйткені біз Құран оқымаймыз. Егер де біз Құран оқитын болсақ, әрқашанда Құранмен шұғылданатын болсақ, біздің өзіміздің әдетімізге Құранды енгізетін болсақ, бізде таршылық болмайды. Алла субхана ва тағаланың өзі айтып жатыр. فإن له معيشة ضنكا. Оның өміріне мен таршылық беремін дейді. ونحشر يوم القيامة أعمى. Қиямет күнінде мен оны соқыр қылып тірілтемін дейді. Біліп қараңызшы. Сонда қиямет күнде ол айтады дейді. Қала Рабби, лима хашартани а'ма, я Раббым, неге сен мені
соқыр қылып тірілттің. Уақады күнту басира, мен көруші едім ғой, неге сен мені соқыр қылып тірілттің дейді. Қиямет күнде соқыр болып тірілетін адамдар бар екен, қараңыздаршы. Соқыр болып тіріледі, ол болды, ол қалай тірілді, ол солай қалады, мәңгі қалады солай. Ол мәңгі бақи, мәңгілік өмірінде ешқандай не істей алмайды, көзі көрмейді. Бұны Аллах Тағаланың өзі айтып жатыр. Қала, ол айтады дейді, Аллах Тағала айтады дейді. Кәзалика ататка аятуна фанаситаха. Қалай саған аяттар келді, сен сол аяттарды ұмыттың, тура сол сияқты. Кәзалика лияума тунса, бүгін сені де ұмытатын боламыз дейді. Бұл аятқа қарайтын болсақ, бұл аят Құран оқу және де Құранды жаттау мәселесі жайында айтып жатыр. Ибн Касир рахматуллахи алейхи бұл жақта мән арада ан зикри, яғни иърад жасау. Иърад дегеніміз не? Бетін бұру деген мағынаны не деп айтады? Бетін бұру дегеніміз Ибн Касир рахматуллахи алейхи айтып жатыр, ол Құран кәрімді оқудан қашу дейді. Бауырым, Құран оқы, әліппені оқы десең, ол қашады. Осы жайында айтып жатыр. Ва таридуху, ал енді толығымен бетін бұрған адам ол кімдер? Фанасияху линнисиян дейді. Яғни ол ұмытқан адам дейді. Құранды жаттап алып ұмытқан адам дейді. Және де ва адамул ихтимами бихи, ол Құранға не істемейді? Жаңағы ихтимам жасамайды. Ихтимам дегеніміз маңызды нәрсе қылып қарамайды дейді. Құран деген ол маңызды нәрсе. Бұл өте ауыр аяттар, расымен де. Аллах субханала тағала бұндай ниеттен, бұндай пиғылдан бізді сақтасын. Мүмкін Аллах тағала сені сондай мақамы махмуда, ең құрметті жерлерде тірілтетін шығар дейді. Бұл аяттан біз Құранды ұмытпаудың бір жолын не істейміз, түсінеміз. Құранды қайталап жүрудің бір жолы бар. Аллах Тағаланың өзі Құранда бізге айтып жатыр. Яғни, егер сіз бір пара жаттайтын болсаңыз, сол параны ұмытпас үшін сіз күнделікті қайталауыңыз керек. Немесе 2 пара жаттадыңыз, немесе 5 пара жаттадыңыз, бірақ оны қайталау үшін бізге уақыт керек. Ал енді сол жаттаған параларыңызды, немесе Құрандарыңызды сіз тахаджуд намазында тұрып, соны қайталасаңыз, не болады? Өте қатты қатаятын болады сіздің Құраныңыз. Ешқашанда ұмытылмайтын болады. Неге? Өйткені түн, ол сондай, тахаджуд уақытысы дегеніміз ол сондай күн, сондай түн, біздің нәпсіміз тазарады, ештеңені ойламайды. Біздің жүректеріміз тап-таза болады. Ешкімді жек көріп тұрмай, сен таңертең түнде таңға жуық тұрып көрші. Сен ештеме ойланбайсың. Сен тек қана өзіңнің жасап жатқан ісіңді ғана ойлайсың. Сол себептен де тахаджудтың уақыты ол сондай уақыт, ол жақта сен тек қана Алланы ойлайсың. Енді хадистерге келетін болсақ, Абу Муса аль-Ашари радиаллаху анхудан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Таахаду хадал Qur'ана фаваллази нафси биядихи лаху ашадду тафаллутан минал ибли фи уқулиха." Бұл хадис Бухариде келеді. Абу Муса аль-Ашари радиаллаху анхудан жеткен хадисте айтады: "Сендер өздеріңнің Құрандарыңды дайындап, пысықтап жүріңдер" дейді. Менің жаным кімнің қолында, мен сонымен ант етемін, расымен де ол дейді, яғни Құран дейді, ол сондай босанып кеткен түйе секілді дейді. Егер де түйе босанып кететін болса, не істейді? Тез қашып кетеді, алысқа қашып кетеді. Құранды егер де қайталамай қойсаң, ол тез ұмытылатын нәрсе. Анас ибн Малик радиаллаху анхудан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Уридат алейя уджуру уммати хатта ал-қадата юхриджуха ар-раджулу мин ал-масжид." Менің үмметімнің бүткіл сауаптары маған көрсетілді дейді. Бүткіл сауаптары. Кейде мысалға біз кітапты аламыз, кітапты алғаннан кейін оның ішінде не бар екенін біз не істейміз? Оның ішінде не бар екенін білу үшін мазмұнын ашамыз, қараймыз. Мына кітапта мынандай мазмұндар бар екен дейміз. Тура сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бүткіл сауапты істердің барлығы көрсетілген дейді. Мына істердің барлығы сауапты. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол сауапты істердің барлығын бізге тізбектеп айтқан жоқ. Бір хадистерде келеді, кім 40 сауапты іс жасайтын болса, ол жәннатқа кіреді дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол сауапты істердің ішінен 3-4-еуін айтады. Басқа хадисте тағы да 3-4-еуін ғана айтады. Неге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол 40 амалды көрсеткен жоқ бізге? Оның хикметі неде деген кезде айтады, өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам егер де сол 40 амалдың барлығын көрсеткенде, сонда барлығы біліп қоятын еді, соны ғана жасап жүретін еді дейді.
Сол үшін біз не істеуіміз керек? Сол 40 амалды іздеп, соны амал жасауымыз керек. Жәннатқа кіру үшін. Сонда дейді, маған барлық амалдар көрсетілді. Ең соңғы бір несі дейді да, жаңағындай сауабы дейді да, адам мешіттен бір қоқымды алып бүйтіп шығарғаны дейді да. Ең кішкентай сауабы дейді да. Ойлап қарашы, қаншама сауаптар бар, соның ең кішкентай сауабы не? Мешіттен бір қоқымды аласың да далаға шығарып тастайсың. Менің үмметімнің бүткіл күнәлары көрсетілді дейді. Мен сол күнәлардың ішінен мынадан асқан жаман күнәні көрген жоқпын дейді. Бір сүре жаттап алып, немесе бір аят жаттап алып, сөйтіп ұмытып кеткен адам күнәсінен артық жаман нәрсе көрген жоқпын дейді. Бұл хадисті Абу Дауд, Тирмизи риуаят етеді. Сол себептен де біз өзіміздің жаттаған құрандарымызды пысықтап жүруіміз керек. Әрқашанда неге Аллах тағала бізге Құранға байланыңдар? Өйткені Құран деген нәрсе адамды не істейді? Тура жолға салады. Алиф лам мим заликал китабу ла райба фи. Бұл сондай кітап, қандай? Ешқандай күмән болмаған кітап дейді. Саад ибн Убада радиаллаху анху жеткен хадисте айтады: "Мен қара ал-Құр'ана сумма насияху." Кім бір Құран оқыса, сөйтіп Құранды ұмытып қалатын болса, лақия Аллаху азза ва жалла яумал қиямати ва хуа ажзам. Онда ол Аллах тағаланы кездестіреді дейді. Қандай күйде дейді? Делсал болған күйде кездестіреді дейді. Делсал дегеніміз ана ДЦП бар ғой, ДЦП. Тура сондай күйде кездестіреді дейді. Сахабалар радиаллаху анхум әрқашанда Құранды көп оқуға уақыт бөлген. Сахабалар, олар мейлі соғыспен айналысса да, бизнеспен айналысса да, басқа да бір шаруалармен айналысса да, мейлі ол шариғи ілімді алып жатса да, Құранды ешқашанда тастамаған. Сахабалар әрқашанда өздерінің уазифаларын орындап жүрген. Уазифа дегеніміз не? Уазифа дегеніміз сен өзіңе күнделікті бір нені арнап қоясың, бір жағы мөлшерді арнап қоясың. Мысалға, егер де шамаң жетіп жатса, сен айтасың, бір параны күнделікті оқып жүруім керек дейсің. Сонда сен айтасың, бір параны оқымай мен ұйықтамаймын. Немесе кешке жақын жатар кезде Тәбәрак Мүлк сүресін оқуым керек дейсің. Мүлк сүресін оқымай ұйықтамайсың. Таңертең Ясин сүресін оқуым керек. Ясин сүресін оқымай мен ешқандай жұмысқа шықпаймын дейсің. Мысалы айтып отырмын. Сондай уазифаларын ешқашанда тастамаған екен. Сахабалар Құран оқыған кезде араның ұясы быжырлаған сияқты дейді да, дуылдаған сияқты жаңағы сөйтіп дуылдап тұратын еді дейді. Мешітке келген кезде сахабаларды сен Құран оқыған күйде көресің дейді. Мешітке келген кезде мындай орындыққа таласып қалуымыз керек қой біз. Әйтпесе біз мешітке келеміз не істейміз? Әңгіме айтамыз, политиканы қозғаймыз, бір болмашы мәселелерді қозғаймыз. Жаным деп айтуға бола ма, болмай ма? Новый годта харам ба, харам емес па? Ол жақта арақты, шарапты қоймайды жаңағындай. Не істесең отыруға бола ма, болмай ма деген. Ол не керек ол саған ол сұрақты? Сен құлшылықпен айналыс. Құлшылықпен айналыс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Мән тәшәббәһа би қаумен фахуа минху деді. Кім қандай да бір қауымға ұқсайтын болса, қиямет күнде сол қауымдармен бірге тіріледі деді. Енді қараңыздар. Бұл сөздер енді ауыр тиді бізге. Шынын айтсақ ауыр тиді ғой. Бізге мынандай күмән келеді да. Енді мен одан да Құранды неге бастадым мен Құран кітапты жаңағыдай. Неге мен осыншама сүре жаттадым, енді оның барлығы өлелгенше жаңағыдай қайталап жүруім керекпін ғой. Проблема екен ғой деп жаңағыдай. Жоқ, бауырым. Сен олай жасама. Сен әрқашанда Құранмен бірге бол. Ұмытып қалған нәрсеңді, егер де бір шаруалар шығып қалды, ұмытып қалдың. Алла субханала тағала Құранда айтты ғой: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Раббана ла туахидна ин насина ау ахтана." Я Раббым, бізді жазаламашы. Егер де біз ұмытып қалсақ, жазаламашы. Немесе қателесіп қалсақ, бізді жазаламашы. Аллах тағала осы дұғаны бізге үйретіп тұр ғой, қараңызшы. Көрдіңіз бе? Сол үшін сіз Құранмен әрқашанда бірге болсаңыз, тәуекел ететін болсаңыз Аллах тағалаға, я Аллахым, осы Құраннан мен айырмашы, өлелгенше осы Құранмен бірге жүрейінші деп не істесеңіз, Аллах тағала сізді Құранның досы қылып қояды. Қиямет күнінде қабір азабына барған кезде Құран Тәбәрак Мүлк сүресі сізді қорғап тұратын болады. Қабір азабы болмайды сізге. Қиямет күніне барған кезде Құран сізді не істейді? Қорғап тұратын болады. Я Раббым,
я раббым, мына тозаққа түсетін болса, онда мені Құраннан алып таста. Қарап қараңызшы, сондай сөздер айтады. Мына тозаққа түсетін болса, мен Құраннан алып таста. Бұл адам мені ана дүниеде ешқашанда тастамаған. Бұл адам мені дейді, әрқашанда оқып жүрген, күні түні оқып жүрген. Ал енді бұл тозаққа келетін болса, онда мені Құраннан алып таста, өшіріп таста. Ол адам тозаққа кіре ме? Әлбетте ол кірмейді, ондай адам тозаққа. Осымен біздің бірінші дәрісіміз бітті.